Ал папа, мен дастарханның басында отырым деп ойлаңыз, уайымдамаңыз, жайлап өзім сұрақ қойып отырам, сіз соған шынайы жауап берсеңіз болғаны. Ал құрметті көрермендер, бүгін мен үшін өте ыстық жан, ең қадірлі жан десем де болады. Бүгінгі Шамшырақ подкастының қонағы менің әкем Батабиев Хамит Рашұлы. Қош келдіңіз. Әр адамның өмірінде әкенің орны ол батыр адам, ардақты әке, асқар тау деп жатамыз. Одан бөлек әкелер қашанда сабырлы сияқты көрінеді ғой бізге. Бірақ дегенмен де әр әкенің ішінде өзінің өмірден алған сабағы, одан кейін түрлі ойлары іште неше түрлі сырлар жатады ғой. Сол бүгінгі подкастта мен сол сіздің ішіңізде жатқан сырларды жайлап түртіп шығарғым келеді. Сонымен қатар осы жерде бізді көріп отырған көрермендер өз әкесімен сырласқандай әсер алса деген сондай ниет бар. Сондықтан да осы жерде енді көрермендер сізді сондай жылы тыңдайды, жылы қабылдайды деген сенімдемін. Жалпы келген көрермендерді әдетте мен әркім өзін таныстырсын деп жол беретінмін. Бірақ осы жолы сіздің қызыңыз ретінде менің ойыммен, менің көзімен өзім таныстырғым келіп отыр. Алдарыңызда менің әкем, 5 баланың әкесі, одан кейін менің әкеммен мақтанатыным, ол 5 баланы өсірді, бәрін аяқтандырды, әр қайсысы өз нанын өзі табатында етіп жеткізді. Және қазір немерелерінің, шөберелерінің қызығын көріп отырған әке, менің үлкен апам бар, 79 жылғы, сол апам қазір әже атанып отыр, үлкен қызыңыз. Өзінің 5 баласын ғана емес, жалпы көрші қолан ағайын туыстың баласының да аяқтануына, өмірден жол табуына, оқуға түсуіне, сонымен қатар жұмысқа тұруына да атсалысқан жан. Сондай жан деп білемін. Одан кейін жалпы өмірде айтады ғой, жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық дейді ғой. Сол әкемнің жақсы адам болғанның арқасында әлі күнге дейін әкемнің жақсылығы менің алдымнан шығады. Мені бірінші рет өмірімде көріп тұрған адам, менің Хамиттің қыз екенін білгеннен кейін бір жақсылығын жасап қалғысы келіп тұрады, жақсылығын асырып, бір жақсы сөз айтып қалғысы келіп тұрады. Сіздің жасап кеткен жақсылығыңыз тіпті Нұрбекоштың да Ілиястың алдынан шығатынына мен сенімім мол. Сондықтан да осындай жаннан бүгін сұхбат алу бұйырып тұр екен. Сіздерге өте қызықты болады деп ойлаймын. Енді көрермендерге айтып өткім келеді, жалпы мен әкемнің 40-қа келген шағында өмірге келген қызымын, кенжесімін. Сондықтан енді былай қарасам, мысалы менің жолдасым жасы 32-де, 32-ге дейін біздер Бақтияр екеуміз неше түрлі өмірден біраз сабақ алып үлгердік. Және ал мен әкемнің 40-қа толған шағында келдім. Маған дейін неше түрліні көріп, мысалы мені мектепте, әкем мектепке келе жатқан кезде бәрі ойлайтын, сенің атаң келе жатыр деп. Сол сіз енді кейбір сіздің құрдастарыңыз ата болған шақта мен өмірге келдім ғой. Сол сіздің 40 жасқа дейінгі мен кейбір әңгімелеріңізден білем де, бірақ бір ашылып, бір отырмаппыз, Сол бүгінгі подкастта сол туралы мен білгім келеді. Сіздің туған жеріңіз, балалық шағыңыз қалай өтті, сол туралы өзіңіз айтып өтсеңіз. Мен енді 1954 жылы 11 маусымда Кулагин селосы дейді, қазір Есбол селосы, бұрынғы Гурьев облысы, қазір Атырау облысы, қазір Индер ауданы, бұрынғы Есбол ауданында дүниеге келгем, жай қызметкердің семьясында. Содан сол жаңа Кулагин селосында аудан орталығы құрылып, әкем сонда жұмысқа барған, сонда дүниеге келіп, әкем сол почтада жасады, сонда почтаның бастығы болды ғой. Ол кісі әуелі мектептен мұғалім болған, ауылда өзіміздің Жарсуат селосында, Индер ауданы Жарсуат селосы, негізі туып өскен жеріміз, ата-бабамыздың
тұрған жерлері сол Жасуаттың территориясы. Екінші ауыл. Екінші ауыл, иә, екінші ауыл. Сосын сол қайтадан сол ауылға келеді. Ауылға келіп сол совхозда жұмыс жасайды. 1961-62 жылы біздер Тайсоған деген жерде біздің жаңағы Жамбыл совхозы деген болды, үлкен совхоз. Соның үшінші фермасы дейді. Орталығы жаңа Бұқар шағыл, Сармай шағыл. Сонда әкем управляющий дейді. Жаңа ферменің бастығы болып жұмыс жасаған. Сол кезде мен бірінші класс сыныпқа сол қасында 12 шақырым Қарабау деген жерге бірінші сыныпқа барғам. Ағайынның үйінде жатып оқыдым. Сіз тұрған жерде мектеп болған жоқ? Мектеп болған жоқ, шағын ауыл ғой, орталық, ферменің орталығы. Содан сол 61-дің күзінде әкем жұмыс ауыстырып, біздер теңізге көштік. Теңіз деген, мына Гурьевтің ар жағында теңізге айналасында біздің совхоздың жаңағы малшылары болды. Сонда жұмыс ауыстырды. Содан мен бірінші сыныпты сол промыслы ескене деген болды. Сонда орысша оқыдым. Бірінші сыныптың жартысын орысша оқып, сол жақтан сосын сол жылы жазда қайтадан елге келдік. Екінші сыныпты мен Кулагин деген жерде оқыдым. Анамыз 27-ші жылы дүниеден озған. Нешеде болдыңыз? Менен кейінгі қарындасымды босанғаннан кейін қайтыс болған. Мен 3-те болғам енді. Мен дұрыс анамның суретін дұрыс білмеймін. Көз алдыма елестете алмаймын. Сол қарындасымызды жаңа әкемнің апасы алып кеткен. Атыраудағы Және деген апамыз бар. Мені нағашыларым алған үшін, бауырына басып. Бөліп алып кеткен болып тұр ғой. Жаңа менен үлкен апай 48 жыл туған, 51 жыл туған жаңа ағамыз Мәжит, ол екеуі әуелден жаңа атасы мен әжесінің бауырында болған балдар ғой. Содан әкем ойлап 4 баладан біреуін ең болмаса ұстай алмай қалам ба деп, содан жаңа нағашы шешемді алдап, атасы мен әжесі сағынып жатыр, апарып келем деп, жаңа алдап алып кеткен. Содан қайтадан сол жаңағы атам мен әжемнің шаңырағына бардым ғой енді. Содан енді мына мен барғаннан кейін нағашымның шаңырағында 57-ші жылғы Жомарт деген ініміз дүниеге келген. Содан кейін менің нағашым Әбу, жеңгем Айша, Қанзиба деген нағашы шешем болды. Олар енді мені өте қатты жақсы көретін еді. Жаңа мен келгеннен кейін інім дүниеге келгесін. Жаңа інім марқұмда мені жақсы көретін еді. Жомарт марқұм. Өткенде Мейрамбек деген бала үйленді. Сол кіші баласы ғой. Алмагүл деп. Сол папасы қайтқанда авариядан қайтқан. Сол бесікте жатқан бала ғой, өткенде үйленген. Сол нағашыларым мені ерекше көреді. Әлі де сол нағашыларым бір төбе, қазір сол қалған ұрпақтармен араласамыз. Бәрі де жақсы көреді. Содан кейін енді әкеміз екінші анамызға үйленді. Одан 10 бала болды. Біздер 14-піз. Содан енді менен үлкен ағамыз, жаңағы Мәжит ағамыз марқұм болып кетті. Содан кейін ең кіші інім Кенжебек қайтты. Қалған 12-міз бармыз. Осы кеше өткенде жиналып күшті видео. Өткен демалыста осы Атырауда Сәбит деген інім бар. Сол әке шешеміздің қолында болған бала еді. Солар өзінің бала келініменен әкеміздің қайтқанына 30 жыл болып ас берді. Сонда 11-міз жиналдық, 11-міз болдық. Сол үлкен апамыз келе алмады, осы Оралдағы қалғанымыз болдық енді. Бәрі де үйлі баранды, жапырақтары жайылған, жақсы қарым-қатынаста бауырларымызбен жақсы араласамыз. Бәрі де мені үлкен деп сыйлайды. Мен өзім кейде андай мақтанышпен айтам ғой, жаңа 11 бауырларыңыздың видеосын көрем ғой. Негізі солардың бала шағасы мен немерелерімен қосылсақ, тіпті ана жерде кадрге де сыймайтын шығар. Біреу айтады ғой, сендер бір тойдың адамсыңдар ғой деп. Сол ғой енді, өзіңіз. көпсінбесін енді.
Мақтанышпен айтатыным, мысалы жаңа сіздер 14-іңізді мысалы бәріңізді оқытқан ғой. Иә, бәріміз де білім алып оқыдық қой енді. Бәрін оқытқан. Нағашыларымыздың көмегі болды, апа жездеміздің көмегі болды, енді бәрі де сол жабылып оқытуға тырысты ғой. Білімге, сонда айтамын ғой, сондай салиқалы, білімге біздер дем мына беретін отбасы. қазіргі Жәңгір дейді ғой, бұрын әлгі ауыл шаруашылығы институты болды ғой, соған 3 жыл қатарынан келіп түсе алмадық. Содан мынау қазіргі бұрын Целиноград, қазір Астана қаласынан сол жаңағы кооперативный техникумның филиалы келіп жатыр екен. Сонда жаңа жоспарлау экономисті деген мамандық бар екен. Соған тапсырып, соған өтіп кетіп, содан сол Целиноградтан сол плановик экономисті дейді, жаңа жоспарлау экономисті мамандығын алып шығып, содан сол 76 жылы бітіріп келіп, жұмысқа орналастық қой. Ол кезде нешедесіз сонда? 22-демін ғой. Сол мемлекеттік жаңағы неде банкіде жұмыс істедік. Енді мынау өмір деген өзі қызық қой, жаңағы 7, 8, 9, 10 сыныпты сол мен қайтадан сол жаңа 1-ші сынып бастаған Қарабаудан бітірдім. Жаңағы атам мен әжем немерелерін оқытам деп, сонда келіп, Ғалымжан Ғабит деген ақаларыңды оқытам деп, сонда жаңағы тәтеміз темірден насихаттан бөлініп шығып, сонда келді. Сонда мен сол жаңағы Ақкөкең бар, екеуміз сол атамыздың қолында сонда мектеп бітірдік. 72-ші жылы мектеп бітірдік. Темір тәтенің қолында. Иә. Сол 72-ші жыл сол Қарабаудан мектеп бітіріп шықтық қой енді. Содан сол совхозда жаңағы жұмыс, алғашқы жұмысты совхоздан бастадық. Сол жаңа тәтемде көмекші болдық. Сосын жаңа тракторлар бригадасында әлгі прицепщиктің көмекшісі дейді. Гравияда отырамыз, орамал тағып алып, гравия жаңа шөп жинап кетеді, соны тартып қаласың. Иә. Содан кейін жаңа фермеде үшетшік болдым. Шапқан шөпті өлшейтін. Содан жаңа ферменің есепшісінің көмекшісі болдым. Көмекші бухгалтер. Содан сол 74-ші жылы оқуға кеттік. Содан 76-та бітіріп келіп, енді мынау екінші нағашыларым да менің өте бір жақсы адамдар болды. Жаңа екінші анамыздың нелері мынау Қосымбетов, Мақұсаған, Көккөзов, Мақсат деген кісілер, Кәукілов, Құмар деген кісілер де мынау жақсы адамдар болды. Мен сол жаңа Көккөзов, Мақсат деген ағашым үйінде жатып жұмыс жасадым. Сол үйде жатып қызмет істедім, мемлекеттік банкіде. Сізге мысалы бар ғой, қиын болмады ма? Мысалы мен өзімді кейде елестете алмаймын да, мысалы сіз енді мына кісілерге барып тұрасың деп, соны қалай айтады сіздерге? Енді сен ана үйге барасың, енді нағашыларыңа кететін болдың деген нәрсе. Бұл уақытта адамдардың енді қалай шешім қабылдайды? пейілі нелері өте бөлек қой енді. Адамды өздері іш тартып тұрады ғой. Келсін деп тұрады. Келсін деп. Сіз мысалы қалай қабылдадыңыз соны мысалы? Жақсы деп заттарын жинап кетесің де. Енді бұрыннан былай танып нетіп біліп жүрген адамдар ғой, көріп. Олар өздері құшақ жайып қарсы алып, жаңағы жұмысқа орналасуыма көмектесіп, ана нағашы жеңгемнің сіңлісі Ақзира деген апай банкіде істеді. Соған айтып, жаңағы как раз оларға ер бала керек болып жүр екен жұмысқа, банкіге. Сол банкіге жұмысқа кіріп кеттім ғой. Содан банкіге жұмысқа кіріп, 76-шы жылы банкіге жұмысқа кіріп, соған декабрьдің банкте қандай қызмет атқардыңыз? Экономист болып жұмыс істедім. Кредитный отдел деген бар сонда. Содан 10 декабрьде жұма күні жұмыстан сұрап ауылға барып, қыс киімдерімді алып келейін деп сұрап шығып кеттім ғой. Ол уақытта мынандай қатынас жоқ, көлік жоқ. Жолға шығып қол көтересің. Қандай машина болсын, жайдақ болсын, ол не болсын, грузовой болсын, не болсын, үстіне мініп аласың әйтеуір. Сонымен ауылға бардық. Ауылға барып, сол жаңағы демалыс күні қайту керек жұмысқа. Кімнің үйіне кім кетті, жаңағы аралап жүресің ағайындар. Қайтатын кісі. Иә, қайтатын. Көлік іздейсің ғой. Содан Мақұсан нағашым, жаңа Көкіл деген нағашымыздың көңілін сұрай барған екен. Өзі
курорттан келген, санаторийден. 4 бар ағайынды кісілер. Содан жаңағы Москвичіне 5-ші болып мініп алдым. 5-ші болып мініп алып, сосын манағы неге Қайтып жұмысқа кетіп жатсыздар? иә, жұмысқа кетіп. Қайтып шығып келе жатқанда жолдан бір апай қарындас қызын ертіп шауып келе жатыр екен, жетектеп. Сосын тоқтап, ойбай-ай, мынау Оралда отырған, оқып жатқан қызмет студент, ала кетіңдерші деп жаңағы жалынып, содан жаңағы жолдас жігітімнің, Мауыт деген жолдас жігітімнің қарындасы еді, Қиуа деген. Сол мінгізіп алдық қой. Неше кісісіздер машинада? Енді 6 кісіміз ғой, Москвич. Жаңағы қыз баланы ортаға, ер адамның екі ортасына мінгізіп еді, сосын артындағы ана тағы бір нағашымыз бар еді, Қами деген, соның қазақ кісі айтты, әй сен Қами артқа отыр, мен ана қыз баланың қасында отырайын, ыңғайсыз болар деп жаңағы алдын отыр. Содан жаңағы индерге, газопроводтың перекрестке жақындағанда бір бензиновоз келіп Москвичімізге үстіне мініп алды ғой. Сол жерде Жол апаты болды. жол апаты болды, иә, авария болды. Содан мен аяғым жамбастан сындып, ауа жетпей қалып, құлап, жаңағы нетіп едім. Бір қызыл Жигули келді, мені салып алып барып, больницаға барсам, артында ақ көкеңдер немен келе жатыр, грузовой машинамен келе жатыр. Олар күтіп тұр екен жолда. Ішінде жаңағы Алмашай деген құдағайымыз, Табылдың әжесі Толғанаймен. Сол кісі фельдшер ауылда. Сол жаңағы аварияны көргенде сразу барып хабарлаған ғой. Скорый жіберген. Сонан сол апатта 3 кісі қайтыс болды. Соның ішінде тірі қалдым ғой енді. Содан бір жыл жаңағы инвалидте жүрдім. Содан әйтеуір қайтадан жұмысқа кіріп, сол Госбанкі дейді ғой, сол банкіде жұмыс жасап, 78-ші жылы сол мамаңа үйлендік қой. Қалай таныстыңыздар жалпы? Енді оны қазір айтамыз. Сізде жаңағы енді бір өлімнен аман қалдыңыз ғой, қаншама адам, жаңа қасыңызда айттыңыз, 3 адам қайтты деп, иә? Сол сізге қандай белгі берді? Белгі деп санадыңыз ба өзіңіз? Белгі болғанда енді өте қиын жағдай болды ғой енді. Енді екінші рет өмірге келгендей сезім болды ма сізге? Сондай болды. Больницада жаңағы аяқты аспанға көтеріп, жіңішіктен тесіп іліп қойды ғой. Гермен тартырып тастады. Операцияға жаңағы жүрек келмейді деп жаңағы неге тартырып тастады. Сонда жаңағы Қами деген ағай болды, марқұм мұғалім еді. Содан жаңағы диспут өткізеді, жаңағы кітап оқимыз. Медет деген кітап оқыдық. Медет деген кітапта Айнұр деген жаңағы қыз бар екен. Сол жаңағы өзінің тағдыры үшін күресіп, ақыры жеңіп шығады ғой. Сол енді жаңағы мен Айнұрды нетем, анау жаңағы бір Қожанбай деген бір заводчик бар, соны нетеді, жаңағы екеуміз әйда айтысып жатамыз. Сол Айнұрдың дүниеге келгенде сол атын сол Айнұр қойдым ғой, өжет не болсын деп. Сол жаңағы кітаптан оқыған кейіпкердің атын қойдым ғой енді. Тауға көрейік екен ол кітапты. Сол Медет деген. Біздер сол 77-те таныстық қой енді. Көрші тұрдық қой. Индерде, иә? Иә, нағашым үйінің қасында көрші тұрдық, содан таныстық. Несімен ұнады сізге? Қалай көзіңізге түсті? Ол енді жастық шақ адам әлгі. Сіздің фотоларыңызда білем ғой, сізде өте әдемі, сондай. Бір көргеннен ғашық болады дейді ғой, бір көргеннен сол көз келдік әйтеуір, содан қалмадық қой енді. Жаңа банкіде жүріп, әлгі тексеріске барамыз ғой жаңағы. Маман жұмысына барасыз? Иә, орыс дейді, оларда жаңағы жұмысшылар жабдықтау бөлімі. Рудник деген мекеме болды ғой бізде, үлкен мекеме. Соның жаңағы жұмысшылар жабдықтау бөлімінде сауда, жаңағы саудамен қамтамасыз ететін несінде жасады ғой. Сонда мамаң 6 ай жаңағы Ленинградта оқыды болды, бухгалтерлік оқыды. Сонда жаңағы қыздарға хат жазатын күн еді. Сонда қыздар айтатын күн еді. Банкіден бір жігіт келіп тексеріп кетеді, Қамит деген деп. Сол енді Қамит алдына шығып, ақыры
тағдырымыз қосылып бірге сол 78 жылы 20 октябрьде үйлендік қой енді. Сол кездегі сіздің армандарыңыз қандай еді? Сол армандарыңыз қазір орындалды ма? Армандар енді орындалды ғой енді. Қазір Аллаға мыңда бір шүкіршілік етем. Сол авариядан аман қалып, қазір енді 5 баланы өсіріп, өндіріп, оқытып, немере көріп, немеренің ар жағында енді шөбере сүйіп жатырмыз. Енді содан артық арман бар менде қазір. Сол уақытта соның бәрін армандадық қой. Мынау Айнұр қызымыз дүниеге келгенде ойлайтын едім, бұл қашан жетектеп жүр екен жұрттар құсап деп. Ол енді Қазір әже болып отыр. олар да қазір әже болып, құдағай болып жатыр ғой. Немере көріп. Өмір деген сол ғой енді. Банкеде жұмыс жасап жүргенде содан аудандық ауруханаға шақыртты жұмысқа. Соған бас есепші болып бардым. Содан ауруханадан бас есепші болғанда, ол уақытта райком партия дейді ғой. Бір күні сағат 1:20 қалғанда шақырады дейді, райком секретары. Барсам, бізге кадр керек. Құрылыс банкі болды, строй банкі дейді, бөлімшесі болды. Соған бастық болып барасың деп. Ол уақыт енді ешқандай сылтау айта алмайсың ғой. Райком айтты ма, заң. Сол жаңағы строй банкіге ауысып кеттім. Келгесін главврач Мардан білеп істеген еді, марқұм. Ұрысып жатыр. Былай айтпадың ба, былай айтпадың ба деп. Мен айттым, енді ол жерде айтатындай ештеңе болған жоқ енді. Деп содан сол строй банкіде жұмыс жасадық. Банкіміз жабылып 86 жылы жаңағы аудандық газ мекемесі, елді газбен қамтамасыз ететін мекеме ашылып жатыр деп, соған бас есепші керек деп соған бардым. Төлебаев Қоныс деген ағамыз бастық екен. Содан сол мекемеге Құрылуында болдым деп. екеуміз құрдық, сол мекемені ашып, жаңа шөтін ашып. Қазір атауы қандай оның? Райгаз дедің? Иә, райгаз ба, Аха. райгаз дейді. Индир райгаз. Содан сол жерде мама да жұмыс жасады, иә? ол кейініректе ғой. Аха. Содан сонда жұмыс жасап жүргенде соғыс ардагері Жоңғарбаев Сатан деген кісі болды. Сол кісілермен жұмыс жасасып болдық. Жаңағы Төлебаев Қоныс, қазіргі құдамыз Өтегенов Әділ, Төлеғалиев Аманжан деген, жаңағы Текешев Батырхан деген. Аманжан ақаны білеміз, қарсы көрші болды ғой. Азаматтарменен Ғабит деген. Үлкен коллектив болған сияқты. Үлкен коллектив. Сол банкіде жүргенде үкімет үй берді, 2 комнат. 2 комнат үй берді. Содан ол 70-тегі үй сол ма? 70-тегі үй. Содан семья көбейіп, балдарын неткесін жаңа көктемнен үй алдық. Сол көктемде газ жоқ болды. Микрорайон ғой енді, жаңа Мөлтек аудан дейді. Соны Сиғазиев Бақтияр деген марқұм ағамыз болды, депутат. Жылда жаңағы бюджеттен ақша сұрайды. Мынау тәуелсіздігіміз жаңадан құрылып, тәй басып жатқан уақыты ғой мемлекетіміздің. Бюджетте ақша жоқ. 90 нешінші жыл сонда? 92 жылдар ғой, 91-92 жылдар. Кризис дейсіз. Иә. Сондай уақыт. Содан бір күні бір құдай айдап, Атырауда үлкен бастығымыз біздің командировкаға келіп, іссапарменен. Содан жаңа түскі асқа біздің үйге келіп, Әкетіп Аязбай деген ағамыз. Содан жаңағы Әбдіров Серік деген марқұм жолдас жігітім бар, газ жүргізетін мекеменің бастығы. Жаңа жігіттердің бәрін шақырып алдым ғой енді. Содан жаңағы шай ішіп әңгімелесіп отырмыз, ал жігіттер қандай проблемаларың бар, не шешілмей жатыр деп сөйледі. Сосын енді отырдым да айттым, ал енді Айеке, қасымда 2 газ баллон, халықты газ баллонмен қамтамасыз ететін жүргізушім бар. Мынау Әділ менен Аманжан. Өзім бар, үшеумізде газ істейміз, үйімізде газ жоқ деп. Сосын қандай проблема деді, енді қаражат мәселесі ғой деді. Жақсы. Жаңа Әбдіров Серік марқұмға айтты, ертеңнен бастап кірісе бер жұмысына, ақшаның мәселесін шешеміз деп.
Содан жаңағы ауылдас інчек бар еді, темір жолдың бастығы, соны шақырып алдым. Сен де мекемеңнен ақша аударсайшы, ертең кейін қайтарылатын ақша ғой, мен жұмысшылардың зарплатынан ұсталды деп. Ой, әңгіме жоқ деп. Содан келесі күні Серік марқұм сол жұмысты бастайтын болды. Жаңа әділ құдам қазір көршілерді ұйымдастырып, декабрьдің ішінде анау Индер Атырау трассасынан бері қарай жаңағы газ жүргізетін тұрбаның бағаналарын жаңағы ремонтировать деген бар, содан растворып алып, содан бәріне жаңағы бағаналарын қондырып шықты ғой. Біздің көшенің шеткі, біздің үйлерге дейін бәрін қондырып, дайындап берді. Содан кейін жаңағы газовиктер өздерінің жұмыстарына кірісті ғой, жаңағы трасса дейді, сол газдың трассасын тартып. Сіз басы қасында жүрсіз, ақша жинап, коммуникация, спонсор тауып. Сол енді біз спонсор болып тұрмыз ғой енді. 92 жыл сол 19 декабрь күні ұмытпасам. Бірінші сол көгілдір отын біздің үйге кірді ғой. Индер газетіне шықтық. Енді қазір жасымыз 70-тен асты. Сол енді бір елге жасаған енді өзіміздің жақсылығымыз, қызметіміз болар деп ойлаймын енді қазір. Халықтың сондай бір ұйымшылдығы, сол уақытта көршілеріміздің ұйымшылдығы, сол енді содан кейін сол әркім өзінің материалдарын әкеліп қойып тек, тұрбаларын дайындап қойып тек, бәрі жаңағы жіп сияқты бір-біріне жалғап, сол енді поселка жаңағы микрорайон газданып қалды ғой енді. Ол енді от жақтық жаңағы. Мама бұрында айтатын, сен от жаққан кезді көрген жоқсың, Айнұр мен Гүлнұр от жақты деп маған сөйлейтін. Түтін тартпайды жаңағы. Қап-қара болып. Угарный газ от қала мен жақ жасайсың деп дейді. екеуміз отырамыз, Тазалау керек дейді. Пешті тазалау керек деп. Антет, Айнұр сабаққа кетеді, Гүлнұр күлін шығарып қою керек дейді ма, сондай бір заданиялар болған. Ол енді Айнұр үйдің шаруасын жасайды, Гүлнұр шарбақта жүреді көбіне. Ол енді малдың айналасына жаңағы лақтарды туғанда аузын үріп, жаңағы бірінші помощь жасап, сосын емізіп, енесіне емізетін еді. Ол енді малдың айналасына жақсы болды. Біздер отбасыда бесеуміз. Айнұр, Гүлнұр, Ерлан, Нұрлан, Бибінұр. Мен ең кенжесімін. Жалпы енді балалар келіп жатыр, жаңа 93 жылға келіп қалдық, газ өткізіп. Жалпы сіздің өміріңізде балалардың рөлі қалай? Мысалы, тез өсіп кетті ма? Сіз жаңа айтып жатсыз да, тез өсіп кетті. Ол енді Айнұрдан кейін уже бір жыл айналғаннан кейін уже балалардың өскенін білмей қалдық қой енді. Гүлнұр келді дүниеге. Мысалы, мен Ерланның келгені бізге бір өте ерекше болды. Айнұрдың бізде Айнұрда күшті альбом болды, сол Айнұрдың альбомдарын қараймын ғой. Папа магнитофон алып берген, папа тек фотоаппарат алып берген. Қандай техника, қандай күшті модыға, пекинский көйлек дей ма, неше түрлі модыға киім шықса, бәрі Айнұр мен Гүлнұрдың үстінде болған. Айнұр сұрай білген болып тұр ғой, маған анау керек, мынау керек деп. Соның бәрін папа аямай күштетіп алып берген екен, Соның енді нәтижесі қалай сіздің жалпы зерттеп көрдіңіз? Ол уақытта киімді де списокпен береді ғой. Жаңа мекемеге списокпен береді. Сондай бір уақыттар болды ғой, талонмен беретін. Сол енді талонмен аламыз айтып, жұртпен жағаласып жүріп, өйтіп сұраған. Жақсы нәрсені алып беруге тырысқансыз ғой сіз? Сол енді мекемеде жұмыс жасап жүріп, жаңағы азамат жігіттерменен жақсы болдық, бәрімен сыйлас болдық. Жұмысты да жасадық. Енді соның арқасында жаңа мекеме үй берді. Мекеме арқылы үй алдық. Жаңа мекемеміз Айнұрды жаңа оқуға түсірдік. Мекеме арқылы оқыттық. Сол мен 13 жасында негізі мына рожденный порог дейді, сол мына жүректің ауруы сол 13 жасында соны тапты ғой. Негізі туғаннан пайда болған ауру екен. Сол неменен жаңа ауруменен бірталай енді арпалысып жүрдік қой енді. 94 жылы қатты ауырып, күзетпен отырып, дәрігерлердің өзі күдер үзгенде сол әйтеуір тұрып кеттік қой енді. Аман есен енді сол енді бәрі сол мына көретін жарығымыз бар екен. Содан 97 жылы сол денсаулық болмаған үшін жұмысты қойдым ғой. Сосын енді әрі ойлап, бері ойлап, ол шауып жүр, жұмыстан қалғанда қиын екен, қазақтарға шәпкін қисаймасын дейді ғой.
балалар өсіп қалғанда қиын екен. Сосын енді өзім де ойладым, енді бір күні столдың үстінде құлап өліп қалармыз енді. Барға қанағат шүкір етіп сосын жұмысты қойдым ғой. Сосын енді әр ойлап, бер ойлап, жаңағы ерлан бітірейін деп жатыр оқуды. Жаңағы мамасын сұрайды, екі қызды оқытқанда мені оқытпаймын екен деп. Мектеп бітірейін деп жатыр. Мектеп бітірейін деп жатыр. Сосын мен айтамын, сен сабақ оқыған жоқсың ғой деймін жаңағы. Ой, папа оқиын ғой дейді. Ал оқысаң онда сол жерде сол нақты шешім қабылдадым да, онда Оралға көшеміз дедім. Соны 99 жылы апрельде біз көшіп кеттік. Бала оқытамын деп. Бала оқытамыз деп. Бір қорқыныш болған жоқ па? Кімге сендіңіз? Әуелі басында енді қорқыныш болады ғой. Сенгенде енді бұнда апа жездей болды. Жаңағы Ерғали, Айман қарындасым болды. Жаңағы Гүлмира мен Шалқарбек болды енді. Сосын енді соларды сағалап келдік қой енді. Келгенде сол қаланы білмейміз ғой, өзі машинамызбен көшіп келдік. Содан Артаис деген жерге бардық бірден. Артаистік достық, қазіргі достық. Иә, қазіргі достық. Керемет кіші үй алдық. Көршілеріміз де жақсы болды, орыс болғанмен. Баяғы біз енді мал ұстаймыз деп ойладық қой. Оныменен ол уақытта ұрлық көп болды. Заманның кішкене шамалау уақыты ғой. Содан балдар біреу медколледжде оқиды, біреу жаңа Жаңғырханда оқиды. Сосын ойлап жатам, жаңа мен бала оқытуға келген жоқпын ба деп. Ауылда жатырмын деп. Иә. Қой, сосын бір қыстадым да. Жаңа үйді сатып сосын Оралға келіп алдық қой. Мәскеметтен 2 комнат үй алып. Сол 2 комнат Мәскеметте 18 жыл тұрдық қой енді. Сол 2000 жыл үлгеріп келдік. Сен сол 1-ші сыныпқа бардың сол. Иә. 2000 жыл. Сен әйтеуір 30 күні келесі күні 1 сентябрь. Иә, 30 күні келдік. Сен 1 сентябрь сені үлгерттік әйтеуір. Сабаққа. Содан 18 жыл тұрыппыз ғой сол Мәскеметте. Бәрін оқытып. Енді маған бар ғой, осы тұста сіздің бір ұнайтын бойыңыздағы қабілет десек те болады, иә. Адамдармен тез тіл табысып кетесіз, иә. Адамдарға өзіңізде ашық болып тұрсыз ғой, иә. Өзіңізде бар көмегіңізді аямайсыз. Одан бөлек басқалардан көмек сұрауға да қысылмайсыз, иә. Біз енді өмір ерте сөйтті ғой бізде. Жаңағы еті тірі адам деп айтамыз. Иә, ата әженің тәрбиесінде болдық. Сосын енді бүткіл шаруаның бәрі салмақ өзіңе түсетін болды. Сондықтан енді жаңағы малдың айналасында бірталай жаңағы тәтемдерде көмекші болдық енді. Бала күніміз енді сол уақытта сол жақта өтті ғой, сол малдың айналасында өтті. Жаңа атамыз енді 90 документ бойынша Бәтәбай деген кісі 98 жылы туған. Ескіше оққан молда кісі болды. Оның мынау әкесі Ерғожа деген кісі мынау біздің Индер ауданынан Қарабауға қарай шыққанда Ақтөбе деген жер бар. Сонда жаңа мешіт ұстаған, жаңа кітапханасы болған, бала оқытқан адам. Совет үкіметі келгеннен кейін сол жаңа нелерін өтеп жіберген ғой. Сол Ерғожа күтір деген тарихта қалған. Мынау Индер тауынан шыға берістік күншығысқа қарай. Жаңа Кетебай деп отырмыз. Соның сол жақ бетінде жаңағы Иманқұл Қосшеген деген құдығымыз бар біздің аталарымыздың. Содан төмен қарай жайлауы болған аталарымыздың. Содан жаңа Ақтөбе деген жерде сол қыстағы болған. Содан 29 жылы қалқоз құрылып, әуел тоз дейді, содан қалқоз құрылып, 29 жылы біздің аталарымызды мына жайық бойына әуел 3-ші ауылға келген ғой, Бөденеге. Бөденеге келіп қоныстандырған. Бір малға жайыл жер екен, суаты жаңағы тайыз, қабағы тайыз екен деп. Ол жер жаңағы жембет таналардың жері болып шығып, содан кішкене айқай болған. Содан біздің аталарымыз жаңағы ауыл, 2-ші ауыл атыменен, жаңағы Жарсуат деген атыменен түгел жаңағы сол біздің қазіргі Жарсуат 2-ші ауылға көшкен ғой. Сол жерде Есқала деген жерге барып тұрған. Кейбір жаңағы Төлес деген ағайындар қалып қойған. Мана қазір 3-ші ауылда Өтеген төбе деген жер бар. Біздер енді Есенқұл, Беріш, Есенқұл соны өтегеніміз ғой енді сол. Өтеген төбе деген сол жерде әлі сол қалған енді тарихта қалған Өтеген төбе. Сол жаңағы аталарымыз сонда қоныстанған ғой. Сол атамыз деген жаңағы
кезінде колхоз ұйымдастыру кезінде жаңа белсенді жұмыс жасаған, колхоз жаңағы басқармасының орынбасары болған. Сосын соңғы уақыттары кілең жаңағы халықтан манағы сүт алып, оны тартып, жаңа бренді жасап, май шайқап, соны жаңағы Масылпром дейді, соған тапсыратын болған жаңа май заводына. Сосын бердікте жаңағы біз бала күніміздегі есімізде жаңағы Мойтас деген жерде тұрдық, сонда арбамен апарып тапсырады. Қайтарда жаңағы қауын қарбыз бірдеңелер алып келатып, біздер жаңағы Ақбөкен екеуміз алдынан жүгіріп шығатын едік, бетондарын салдырласып келатып. Сосын бердікте сосын мал алатын болды, мал алатын агент болды. Жаңағы қалқидысы болды, машина, ұзын машина, сол мал тиетін. Бұл атамыз деген біздің ешкі шоққан кісі, біздің мына жазуды білмейді. Арабша бәрін, арабша. Төте жазу деп. Иә, арабша нетеді, жазып алады. Сосын жаңағы бізден үлкендері үйге келгенде ана квитанцияларын толтырады, отчетін жасайды. Сосын берікте мен өзім сол кісінің писарі болдым. Отчетін жасаймын жаңағы. Сізді бауылған болып тұр ғой, қасына алып, бизнеске тартып. Жаңағы асты крупный рогатный скот деп жаңағы ол уақытта бәрі орысша ғой, крест деп жазады. Мынау остаток, мынау приход, мынау расход, мынау остаток деп соның бәрін шығарып отырамыз жаңағы. Сол кезден бухгалтер болғансыз. Иә, бәрін өзі есептеп отырады. Мен жазып отырамын жаңағы біздің жазуменен. Сосын жаңағы жеті бітірген жылы Мұқыр Сағыз деген жерден мал жинады. Соны Қарабуға әкеліп, ір қара малын әкеліп, сиыр. Содан мен тәтемді де жүретін бір қарауында кісісін жіберіпті. Бір зорға ат мінгізіп, ана бала келсін маған деп. Сосын мен келіп, папа деймін ғой, атамды папа деймін. Ал енді таңертең жол жүресің, Гөрепке мал айдаймыз деді. Мына кісілер қазір былай шыққасын, сиырды бұзау қылып жібереді. Ішінде көз болып жүресің деп. Сол уақытта жауапкершілік іліп тұр ғой, сендерге жауап тапсырып. Сол уақытта қазіргідей техника жоқ қой, енді мынау компас деген жоқ. Сонда жаңағы жұлдызға қарап айдайды. Түн айдаймыз, түн. Сонда жолсыз түнімен жаңа жүріп айдаймыз, таң ата ал балдар жатыңдар дейді. Атты шідерлеп жата кетеміз, ертоқым түсіп. Сосын таң ата водовоз келеді, жаңағы сиыр суарады. Соған кеште қайтадан жолға шығамыз. Сол 2 күн қонып бардық. Мәймөнка Сары деген жерменен барып, Гөреп қой, қазір Атырау. Сол жаңағы ет комбинатына апарып тапсырдық қой малды. Сол жаңағы қарауында жұмыста істедім, пейсерде болдым. Сосын мынау Бұрқан деген, Егіз деген, Жұмаш деген қарттар болды, ағайындары. Солар жаңағы Бұрқан деген кісі келгенде, жаңағы папым тиярбаны маған ұстатады да, ал бала кеттік дейді. Жаңағы қарттарды салып алып, үйді аралап қонақ болады. Құдай қонақ болады. Иә, сол өздері келгесін ел аралап жүреді ғой, үлкен кісілер. Соларды жаңа арбамен алып жүремін. Әңгімесін тыңдайсыз. Иә, әңгімесін тыңдаймын үлкен кісілер. Бұрқан деген ол жаңа кезінде сол қазір Тайсоғанда дүкен ұстаған жаңа сондай кісі болған, енді тарихта қалған кісі енді. Сол енді жаңа біздің атамыз да соғысқа қатысқан, жаңа пленге түскен. Сосын енді папа жаңағы неңді нетейін, әлгі соғыс ардагері деген атағымды алып берейін десем айтқызбайды, болмайды деп. Соның 90-шы жылы әрең пенсиясын апармай кетіп бердік қой. Сосын Сақпоз ауылға көшіріп алдық. Сақпоз үйінің жағынан үй салып берді. Жаңағы Отан соғысы ардагерлер беретін паёктерін берді. Сосын өткенде ауылда бір іншек 80 жылдыққа кітап шығарып жатыр екен. Соған сосын мен несін жаздым. Фотосымен сосын жаңа нелерін жазып жібердім. Ал енді соғысқа қатысқан ақиқат, енді соғысқа қатысып қызмет жасап кісілерде жаңа пленге түсіп жасаған кісілерде ақталып жаңа тарихқа кіріп жатыр ғой. Менің атамды да солай неге кіргіз кітапқа деп жазған, жақсы деп неткен, енді көреміз енді. Сол тарихта қалсын деп.
сондай енді. Сонда ата бабаның жалпы мықты болғаны, сондай оқиғалар барлығы сіздің өміріңізде сондай күш береді ғой, Иә, кез иә. келген адамға. Сол өзім ойлап қоямын енді осыған дейін жүргенім жаңағыдай неменен бүткіл жаңағыдай ауруменен неше түрлі жаңағы аварияға ұшырап бәрінің сол жаңағы атамның батиқасы болар осы уақытқа дейін жеткенімді ойлап қоямын осы. Енді мені ерекше көретін еді негізі. Немерелердің ішінде. Одан кейін енді Мәскәмәтта тұрып жатқан кезіңізді жаңа айтып жатсыз ғой, сол кез енді менің есімде бар жалпы. Қазір, мысалы қазіргі таңда бір керемет түсінік бар, иә, личный бренд деп жатады ғой, жеке бренд қалыптастыру, біздің Инстаграмдағы біздің жұмысымыз, блогымыз, мына Бақтиярдың да фотограф болып қалада танылу барлығы ол личный бренд деп сондай терминмен айтады. Бірақ мен бізде Орал қаласында да осы личный брендті ерте қолға алып, мен блогер болып таныла бастадым ғой. Соны деген маған кейде сұрақ қояды, мысалы, сенің блогың кішкентай, бірақ та сені халық жақсы көреді, сені таниды, сенің аудиторияң лояльный деп айтады, иә, біздің тілмен айтқанда. Сол неден деп менен сұраған кезде мен айтамын ғой, соны личный бренд деген нәрсені кезінде мен папам жасап тастаған нәрсе деймін ғой. Мысалы, сізді мысалы Мәскәмәттің өзінде, мысалы, Хамит деген кім десе, мысалы сізді танитын, иә, адамдар. Өткенде біліп тұрсам, мысалы Самат келді, иә, подкастқа. Саматтың папасымен қалай араласып, сіз мысалы мен айтамын, мен әрқашан папамның қасында жүрдім деймін, иә, сіздің қолыңызды ұстап, сол қасында жүрем, и бәрі сізбен ассалаумағалейкум деп амандасады, бәрін танисыз. Одан кейін амандасқан кезде де біздер мысалы көбіне сәлеметсіз ба деп өтіп кетеміз ғой. Сіздер тұрып қалсаңыз сол жерде біреумен жарты сағат соның әңгімесін тыңдайсыз, өзіңіздің шаруаңызды айтып, ол кісінің шаруасын тыңдап, ол адамды басқа сіздің танитын шаруасы шешіліп кетсін деп басқа біреумен таныстырып жіберу, соның бәрін мен жаңа 5-6 жастамын ғой, бірақ соны көріп өстім де, мен айтамын, ондай нәрселер жалпы менде жаңағыдай бұрыннан обычный нәрсе деймін ғой, ол личный бренд деген нәрсені папам қалыптастырып тастаған, ал маған личный бренд жасау ол дым емес деймін ғой. Ал личный бренд деген ол жай ғана сенім, адамдардың саған деген сенімі. Мысалы, сізге адамдар келіп, жаңа есіктің алдында очередьке тұратын еді ғой, бір шаруам ақылдасып алайын деп едім, бір жаңа үйін сататын болса, соның домовойларының бірдеңелерін, біреу қайтса да келді ақыл сұрайды, қайтыс болса соның документін жасауға келеді, қандай жағдайда қалай істеу керек. Иә, біреу үйін бөліске салып жатыр, соны қалай шешеміз. Сіз бір андай болады ғой, бір би сияқты болдыңыз ғой, ренжісіп жүрген адамдарды татуластырып, тіпті біздің туысқандардың арасында айырылысып кетіп жатқандарды барып қосып сөйтіп жүретінсіз ғой, мысалы, иә. Соның бәрін мен көргеннен кейін маған бұл жаңағы менің уже қанымда бар нәрсе, маған ол адамдардың сеніміне кіру, сенімін ақтау, ол адамдардың сеніміне жауапкершілікпен қарау деген сол сізден жұққан-ау деп ойлаймын жалпы. Осы жерде отырып әңгіме дүкен жүргізудің өзі сол сіздің қасыңызда жүрем, біздер ауылдарға барасыз, иә, жаңағы тәте тіпті мысалы хал үстінде жатқан кезде 2 айдай ма біз жатқан қасында бағып жаттым. Мен сол кезде болдым ғой сіздің қасыңызда. Тіпті біреудің құдалығы, біреу келін түсіріп жатқан кезде де мама ілестіріп жібереді. Мен сол сіздің қасыңызда жүріп аралаймын. Одан кейін бір маған есімде жақсы бір күшті сақталып қалғаны, бір дастарханның басында бір күшті өнегелі әңгімелер айтасыз, жаңа оққан кітаптарыңызды, түйген әңгімелеріңізді айтасыз, бір дастарханның үстінде ішімдік ештеңе болмайды деймін, мысалы, иә. Мама да сеніп ілестіріп жібереді. Былай қарасаңыз жассыз ғой, 40-тан 45-тесіз де сол кездерде, мысалы. Соған мен мысалы таңғалам. Сіздің сондай жаңағыдай барынша үлгі болуға тырысып, ардың күшімен дейді, ардың күшімен ешкімді алдамай, солай түзу жүру үшін де бір менше бір үлкен күш керек сияқты, иә, адамға. Мен енді өте бір жақсы бақытты адамын негізі. Менің енді 4 жаңағыдай өмірлік
жаңағы маған тәжірибе берген, жаңағы мені тәрбиелеген 4 жаңа жанұя бар мысалға. Мана атам мен әжем ең үлкен. Олардың да мысалға екінші әжемізден 4 бала бар жаңағы. Олар да қазір менің енді өзім туғанымдай бауырларым мысалға. Ғалымжан ақаңдар жаңағы Махмуд, Шолпан, Ербатыр. Сосын енді мынау Темір тәтем менен жаңағы насихат жеңгеміз, мына Айман апаңдардың папа мамасы. Солар ерекше адамдар. Сосын жаңағы Әбу нағашым менен Айша жеңгеміз, жаңағы Ақмарал Қамажайлардың мамалары. Олар бір төбе мысалға. Енді өзім бауырларым екі бастан. Исатай ақалар, иә? Иә, солар. Нағашыларым ғой. Аха. Олар бір төбе мысалға. Солар Сосын енді өзім бауырларым бір бөлек. жаңағыдай Бір бөлек мысалға. барған кезде күшті, бір жақсы көреді ғой бізді. Қай-қайсысы да сол жаңағы өзіме ыстық. Қай-қайсысын да бөліп жармаймын. Кейде жаңағыдай бір көбірек соқпай кетсем айтып атады, ой ағам былай қарай бұрылып кетті, былай қарай бұрылып кетті деп атады. Мен айтамын, маған қай-қайсысыңды бәріңді бірдейсіңдер деп сөйлеймін ғой. Ол енді әртүрлі жағдаймен кейде бір жақсылықтардан қатыса алмай қалатын болармыз деп атамыз енді. Бірақ енді сондай жаңағыдай кісілерден тараған ұрпақтармен қазір араласуым өте жаңағыдай маған жақсы не береді енді, күш береді. Одан кейін енді мен сіздің бойыңыздағы қасиеттен тағы да бір таң қалатыным, қазір енді уақыт жоқ заман деп жатамыз ғой, біздер тіпті жаңағыдай кейбір қуаныштарға бара алмай қалып жатамыз. Көп адам, көп туыстармен араласа алмай қалып жатамыз, иә? Біз өзіміз жас болсақ та негізі бізге болады ғой, көбірек қатынасуға, араласуға. Бірақ мен кейде өзім айтамын ғой, осы папа мен мамада қандай энергия, біреудің садақасына барып үлгеріп жатасыз, қуанышына да барып үлгеріп жатасыз. Тіпті жаңағы домашний телефон ғой, ол бұрын кезде мен есімде, сіз жаңағы қызыл блокнотыңыз болатын, бәрінің домашний телефоны жаңағы 50-81-15 деген Айман апаның телефоны есімде. Сол жаңағы бәрінің телефоны, сіз бір уақыт арнайтын едіңіз ғой, бір кешкілік уақытта арнайсыз да, бәріне звондап, бәрінің хал жағдайын сұрап, жаңағыдай біліп шығасыз, иә? Бұл да бір ерекше керемет қасиет деп ойлаймын. Қазір біз сол адамның халін сұраудан, бір ренжіп жүрген бір адам сен маған звондамай қалдың деген қазір, иә? Соны сіз қалай үлгеріп жүрсіз, соны қалай жасайсыз сіз деген халін сұрап, қалай уақыт арнайсыз? Өзімнен жасы кіші болса да енді бауырларыма звондап атамын ғой, қал жағдайларын біліп. Қазір енді мынау WhatsApp деген жақсы болды ғой енді, барлығын жаңағы қуаныштарын, жаңағы туған күн дейді, біреуінің баласы үйленіп жатады, біреуінің жаңағы қызы кетіп жатады дегендей, бәріне де сол жаңа жақсылықтарын бөлісіп, құттықтап, голосовой жіберіп. Иә, голосовой жіберіп, жаңағыдай бәріне де көңіл бөліп жатамыз енді әйтеуір. Менше осы сенің нағашыларыңа да сол жаңағы балдыздар дейміз ғой енді. Оларға да сол жаңағы. Олар да енді мені бөлек ерекше көреді. Үлкен жездеміз деп енді қазір 7 баж едік, содан енді қалған меніменен Бердібек жездем ғой, алтынның жолда сақтаудағы. Қалған бәрі марқұм болып кетті енді. Сондықтан олар да мені ерекше көреді енді. Оларға да енді кезінде қолымнан келгенше қолғабыс еттім ғой енді бәріне де. Енді мынау біздің еткәменетте тұрғанда енді ерекше бір айтатыным ауыл сияқты болды ғой. Қыналығар деп айтатын еді біздер. Көршілеріміз 88-2. Көршілеріміз өте бір жақсы адамдар болды ғой. Жаңа марқұм Ақат ағамыз, Өзира жеңгеміз, Жамал апай болып, Тұрсынай апаң несі, жаңағы Бәкиза. Иә, Қуанай ағай, Бәкиза апа, жаңағы Қанат пен Айман бар, ана Талғат пен кім бар, Қаламқас. Өзі қазіргі құдағайымыз, Дариға құдағайымыз да көрші болдық енді. Бүгін мен жаңа Бесіктойда болдым ғой, Айзадамен отырдық дастарханда. Кімнің? Азамат ақаның сестренкісі болды ғой, Аят, Азат. Соларды бақты ғой. Иә. Сол азаматтармен көрші болдық. Соларды еске алып келдік қой ана деген әңгіме. Мәруса бар, Гүлсар апаң бар. Көп қой көршілер бәрімен де жақсы болдық кәдімгідей. Біздің үй кәдімгі комендант болдық қой біздер. Тастап кетеді. Балдарын тастап кетеді. Бала тастап кетеді. Тастап кететін еді. Жаңа біреу үй кілттеу тұрса кіргізіп аламыз жаңа.
Біреу үйінен қашып кетсе соны кіргізіп. иә сондай енді әлі де сол енді көршілермен әлі де араласамыз ғой енді әлі де сол шақырып тұрады жақсылықтарына жаңа араласып нетіп тұрамыз енді. Сол мына қазіргі шыққан WhatsApp группа, жаңағы сіздер енді телеграммен сөйлесетін заманнансыздар ғой кезінде мысалы, иә, бір сөз жіберіп переговорныйға барып, естілмейді, ол алыстан естіледі. Мен есімде бір Айнұрмен сөйлесіп тұратын едік қой. Клиент келмей қалды дейді. Ар жағындағы кісі, иә. Ол 3 минут ол уақыт бітіп қала ма, бірдеңе, иә? Иә. Сондай кезден сіздер келе жатқаннан кейін, мына WhatsApp, видеозвонокпен сөйлесу, одан кейін группада сөйлесудің сіздер нағыз қадірін түсінетін адамдар сияқтымыз. Біздер мысалы ананы деген выключи группада тұрғанымыз болмаса бір сөндіріп тастап, бір көп или выйти деп шығып кетіп, иә, біздер көп қадірін негізі біле бермейміз. Сол WhatsApp-тың қадірін білетін осы сіздің жасыңыздағы кісілер деп ойлаймын. Біз бәріне де жауап беріп жатамыз ғой келген нелердің. Жаңа пікірімізді жазамыз. Мамаң деген бүткіл енді Instagram, Facebook бәріне пікірлерін жазып жатыр енді. Енді сол Маскамедтан енді былай қарағанда балдардың бәрі сонан Айнұрдан басқасын бәрі сол Маскамедтан 2 комитетден аяқтанды ғой. Шүкір әйтеуір бәрі де оқыттық. Әрқайсысы өз бастарында баспанасы бар, үйлері бар дегенде енді қазір мынау кіші баламыз Нұрлан мен Ақтілектің қолындамыз ғой енді. 4 немереміз бар енді. Қазір Ернұр 9 бітіріп кеше колледжге түсті грантқа. Оқып жатыр енді. Сартай 7 оқып жатыр. Нариман 3 оқып жатыр енді. Сылым деген бүгін енді садикке барып жатыр енді. Бірінші балабақшаға, иә. Сосын енді Ерланның қаншайым бар, қаншайым қызымыз. Соны тасимыз жаңағы. Қосымшаға апарамыз, одан мектепке апарамыз. Біздің қазіргі жұмысымыз сол ғой енді. Сол жаңағы бір жерге барсақ асығып атамыз уже. Біз енді 2 күн демалыс, шаруамыз бар дейсіз. Понедельник жұмысқа шығуымыз керек деп. Түн болсын, күн болсын әйтеуір. Өткенде Атыраудан 2:30-да келдік қой. Ұшып таксименен. Бірінші күнге жұмысқа кірісуіміз керек деп енді. Аллаға мыңда бір шүкіршілік етеміз. Сонда жаңа немерелеріңіздің оқуын оқыту, мектепке апару, енді осындай ата әжеге жалпы көбі қызығады екен негізі. Кейде ана жастарды қарап тұрам, қиын. Біреуін коляскаға салып, біреуін жетектеп, екіншісін тағы үшіншісін жетектеп баратады, сонда қиын. Ойлап тұрам, мыналар ата-аналар жоқ болды шамасы деп. Біреуін садикке, біреуге мектепке, біреуін тағы бірдеңе апаратады. Бізде шүкір ғой енді балдар айту. Бір адам керек, иә? Иә, біздің балдар Нұрлан айтады ғой, біз енді үйде ешқандай проблема жоқ. Сіздер болғасын әйтеуір шаруамыз жасап, алаңсыз жүріп жатырмыз деп енді қазір. Нұрланда өзінің шаруашылығы бар, сауын сиыр ұстайды. Осы қаланы сүтпен қамтамасыз етіп отыр ғой енді. Есін білетін жас сіздің бір 45-ке келген шағыңыз шығар. Сол кезден бері мысалы неше түрлі сынақтар келді, иә, отбасымызға. Сондай түрлі қиындықтардан өтуге сізге не күш береді? Осыған сұраққа жауап берсеңіз енді. Негізі адам деген, мен өзім солай тәрбиеледім ғой. Адам деген қандай ситуацияға болсын дайын болу керек. Соған негізі маған дәрігерлер солай ұсыныс берді. Әуелде сіз любой жерге жаңа бір жұмыс бабында болсын, басқа бір неде болсын, кіретін болсаңыз, өзіңізді әуелі өзіңіз сабыр етіп, сосын барып кіріңіз. Сізге қатты ренжуге, біреумен ұрысуға болмайды. Сондықтан өзіңіз ұстап, солай әуелде ұсыныс берді. Сондықтан мен қай уақытта енді өзім солай ұстап қалуға тырысам, мүмкіндігінше енді. Енді жаңа өзің айтқандай енді талай сынақтар өтті ғой, артық қайыр енді бәрі де әйтеуір шүкір орнына келді. Сол уақытта да енді кейбір қарап отырсаң адамдар соған шыдай алмайды. Сынып кететін, шыдай алмайтын моменттер болды ма? Сынып кеткен адамдарды көрдік енді ол. Өмірде болды ғой енді. Бірақ енді қиын болды, бірақ енді шыдадық қой енді. Соның арқасында әлі сол балдардың қызығын көріп жатырмыз ғой.
Менің есімде мамаңа да айтып отырамын жаңағыдай біздер деген кейде мен басыма бір құтақандай проблемалар ғой келген кезде, жаңағыдай мектеп кезінде мысалы настроение болмай бүйтіп жабылып қаламын. Сол кезде папа келеді, не болды, айтшеш дейді. Жаңа мен енді біздер жабылып қаламыз ғой, жаңа переходной возрасттарда жабылып қаламыз, ешкім как будто мен түсінбейтін сияқты болып. Сол кезде папа келеді жайлап, сосын айтшеш деп сіз сұрайсыз, иә. Сол кезде айтатын едім, есімде, адам проблемасын айту керек деп айтасыз, иә, бөлісу керек. Сол кезде басқа адам саған оның шешімін айтып қалуы мүмкін, или жеңілдейсің деп айтасыз, иә. Одан кейін екінші бір айтатыныңыз, ең бастысы тіріміз ғой деп айтатын едіңіз, иә. Тіріміз, демек бұл өмірде оның бір шешілетін түйіні бар. Бір реті шығады. Иә, шешілмейтін проблема жоқ біздер тірі кезде деп айтатын едіңіз, иә. Иә, бір жамандықтың бір жақсылығы болады деп айтады ғой қазақтар негізі. Сол ғой енді. Балдарға да айтып отырамын ғой, мысалы үйде шешілмейтін проблема жоқ. Осы үйдегі нәрсенің бәрі өзіміз ортамызда шешілу керек деп айтып отырамын мысалы. Жаңағы 94-ші жылы қатты ауырып, мынау бір 40 жылдық деген мода болды ғой. Иә, бәрі 40 жылдық. Соны әкем марқұм айтады, 40 деген не керек? 40 деген ол киелі нәрсе деп. Сосын мен айтамын, енді жұрттың бәрі жасап жатыр. Жолдастарым бар, коллективім бар, көршім бар деп сөйдеймін ғой. Содан жаңа 40 жылдық жасағанда келген жоқ әкем. Мына үйдегі бала келін жіберген. Соны жасап неттік қой. Содан кейін жаңағы қатты ауырдым ғой. Соны екеуміз бәліш жатырмыз, әкем мен екеуміз. Ол кісі жаңағы сервис-печін. Мен жаңа постельный жатырмын, ол жүреді жаңа. Мен қасыма келіп отырады жаңа. Бұл балаға көз тиді дейді. Көз тиді бұл балаға. Айттым соны. 40 жылдық жасама деп айттым. 40 деген не керек, ол кісі өмірі туған күн деген жасап көрмеген кісі енді. 69 жасында қайтты ғой. Әлгі мен қарындастарым айтамын ғой. Әкем 69 жасында кетіп еді. 69-ға талдым. Әйтеуір әкемнің жасынан астын деп сөйтем, өткенде де қарындастарым айтып жатыр. Сөйтіп айтатын еді ағам деп. Былай қарағанда жастай кеткен екен. 69 жас дегенде жас қой енді. Ол енді содан кейін қатты жаңағы ауырып жаттым ғой, жаңағы больницадан шығарып үйге келіп жаттым, үйде күзетпен отырдық. Мана дәрігерлердің өзі көтерізді ғой, ауылға даже дайындала беріңдер деп хабар берген. Де сонда енді Алла тағаланың маған бір күш берген болар енді. Содан тұрып кеттік қой енді. Адамның бір өмірдегі қиын кездері ғой енді. Жаңағы күндіз мана жұмыстан келеді жігіттер кезек. Кешке жаңа ағайындар, бажалар бар, көршілер бар. Келіп отыратын еді. Әңгіме айтатын етеді жаңағы. Көңілін аулап. Иә, көңіл аулап, сондай немен отырдық қой енді. Одан да өтіп кеттік енді. Сол ғой енді өмірдің талай қиын сынақтарынан өттік. Шүкір Аллаға, мыңда бір шүкірлік етем. Өткенде Руслан мен Айнұрдың қызына құда келіп сырға салғанда да тілек айтқанда айтып жатырмын ғой, Аллаға мыңда бір шүкіршілік етем. Өзімнен тараған ұрпақтарымның осындай қуанышты дастарханда отырып тілек айтуға бұйырғанына Алла тағалаға мыңда бір ризашылығымды білдірін деп айтып жатырмын ғой енді. Оны көрген де бар, көрмеген де бар. Бұйырса енді той болайын деп отыр ғой енді. Цифровой із дейді ғой, цифрлық із. Біздің мына Инстаграмға салған суреттеріміз, бұл подкастта жазылып ертең ютубқа салынады, ол да әлеуметтік желі. Бұл біздің осы әңгімеміз цифрлық із болып қалады, иә? Сол сіз өзіңіздің ұрпағыңызға қандай өсиет қалдырар едіңіз? Енді қазір немерелеріме де бәріне де оқыңдар деп жатырмын ғой. Оқыңдар, білім алыңдар. Білімді адам мыңды жығады деп қазақ атамыз айтқан. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейді. Сондықтан білім алыңдар, еңбек етіңдер деп жатырмын. Мына қазір екі немерем папасына барып көмектесіп, сиыр сауысады. Ол да енді
еңбекті көріп жатыр ғой. Жаңағы нанның қалай табылатынын, әкесінің қандай еңбекпен нан тауып жатқанын көрсін. Білім алып, еңбек етіп, сосын адамдық қасиеттеріңді, бір-біріңді бауырға деген бір-біріңнің сыйластығыңды еш уақытта жоймай, ағаны аға деп, ініне іні деп, қарындасты қарындас деп сыйлап өсіңдер деп айтып отырамыз ғой күнде. Енді қазір жастардың да заманы кішкене қиындау болып кетті ғой, неше түрлі оқиғалар болып жатыр. Әжесі де айтып отырады, осы біреу бірдеңеге жұмсап, бірдеңені апарып тастады, сіз апармаңдар, нетпеңдер деген, жаңа студент болып жатыр енді немереміз. Оған да айтып отырамын. Университетке ақша апармаңдар. Иә, сондай нетпеңдер деп айтып отырады ғой. Қызға таласып, жаңағы ғашық болып жүрме. Оны да айтып отырады, әлі жассыңдар кішкене. Оқыңдар, білім алыңдар деп жатырмыз ғой енді. Сол қазір әйтеуір шүкір жаман емес, ынтасы бар. Сосын енді қанша дегенмен енді грант қой, стипендия төлейді. Одан жаңағы адамға кішкене бір не әйтеуір құрттай болса да жол қаражатын, жаңағы ішетін тамағын өтейді ғой. Еңбегі ғой, иә. Иә, о да бір адамға сондай не береді ғой. Мотивация береді. Мотивация береді, иә. Сол енді өмірден көрген тәжірибемізді бәрін айтып отырамыз ғой. Балдарымызға да, немерелерімізге де, сендерге де мынау жұмыстардың берекесін берсін енді мынау. Қазақи ағаш үйлерің бар, бәрі де құтты болсын. Бақтар екеуің енді халық ел сүйсініп отырады ғой енді. Біз осы тілектерін тілеп отырамыз, тіл көзден аман болсын деп. Амин, амин. Иә. Бүлдіршіндер өсіп жатыр енді. Құда мен құдағайда жақсы сыйластықтамыз енді. Сол Алла тағала сыйластығымызды айырмасын. Ел аман, жұрт тыныш болсын дейміз ғой енді. Сіз тұра тұрыңыз, сіз аяқтамаңыз әлі. Тағы бір сізге бір сұрақ қойғым келеді. Сіз күшті жаңағы қазіргі заманның шынымен де бір әр заманның өзінің бір қиын тұстары бар ғой. Қазір бәрі жеңіл, бәрі дайын, техника дамыған заман болса да, оның да бір қиыншылығы бар, иә? Соны сіз айтып өттіңіз жаңа. Енді қазіргі аналар, сіз өзі мысалы Нұрланның балдарын тәрбиелеуге мама екеуіңіз атсалысып отырсыздар ғой? Жалпы көріп отырсыздар, қандай проблема, мектепте әлі жиналысқа баратын шығарсыз, иә? Соны кезде мысалы сіз қазіргі жас ата-аналарға қандай өзіңіздің кеңесіңізді айтар едіңіз? Қазіргі балдармен қандай подход керек? Қазір мына менің жолдасым да айтады ғой, Қазекімде мысалға. Мен өзім де солай айтамын. Мына бірінші адам мамандық таудан қателеспеу керек. Екінші мына өмірлік жар таңдаудан қателеспеу керек деп. Жаңа кейінгі балдарға да айтып отырамыз. Адамның негізгі өмірдегі ары қарай жалғастыратын сол жаңағы өзінің наны, жаңағы мамандығы, білім алған, сосын жаңағы қасындағы жары ғой. Сондықтан енді өзіміз енді өмірге өкінбейміз. Жаңағы мамаңа ешқандай неміз жоқ. Сыйластықта бала тәрбиелеп, екеулеп осы күнге бәрін жеткіздік. Бір-бірімізді түсініп, сыйластықта болып, сол әлі күнге дейін келе жатырмыз ғой енді. Ата-анасы бірінші сыйластықта болу керек. Ата-анасы сыйластықта болу керек. Бір-бірін Баланың көзінше мысалы қатты бірдеңе айтпау керек. Баланың көзінше ерсі қылықтар көрсетпеу керек. Не болғанда да бәрі оңаша айтатын нәрсені өзің оңаша да айтып, солай болу керек енді. Қазіргі жастарда кішкене бір шапшаңдық бар, жаңа қалай ашуланшақ па, бір жиеннің жиналысына бардым. Балдар, подростық балдар ғой, жаңа төбелескен ғой. Содан жаңа бәрін әкеліп милиция әкеліп қамады ғой. Содан кілем жап-жас ата-аналар айқай шу, истерика жаңағы. Сосын жаңа участковыйға айтып жатырмын ғой енді. Не жағдай жаңа? Сосын айтып жатыр, солай жақ қылып төбелескен. Қазір бәрін фотоға түсіреміз, саусағының несін аламыз. Жаңа деп нетіп жатыр. Ал енді бір сапар бір кешірім не болмай ма деп жайлап сөйлеп жатырмын ғой.
болады ғой, болады. Мына ішінде бір екеуі бар, соны кішкене бір тәртіпке салуымыз керек деп, содан жайлап жаңағы ата аналарды басып, сосын жаңағы бір екеуін алып қалды да қалған босатып жіберді ғой. Содан кейін айтқанда жаңағы жиенім айтамын ғой, мынау саған өмірде дақ болып қалады. Жаңағы милицияның учетына іліксең, ол сен өмір бойы жұмысқа кірсең де, басқа неге кірсең де алдыңнан шығады да тұрады деймін ғой. Соны үйге келгесін қарындасым айтсам айтады ғой, сол жаңа бір айқай шудың біреуі мен болатын едім, сізді жіберіп жақсы болған екен деп. Сол ғой енді любой жерде жаңағы адам сабырлы болу керек. Айқай шусыз, ақылға салып, любой өзің айтпақшы, шешілмейтін проблема жоқ, бәрінде жаңа ақылменен, сабырмен шешу керек. Ол айқай шумен ештеңе шешілмейді. Сол енді жаңағы өмірде көрген нәрсеміз ғой енді. Сондықтан қазір жастарға айтарымыз, сабырлы болу керек, ақылды болу керек. Қазір жастардың бәрі білімді, мынау техниканың дамыған уақыты қазір. Барлығын көріп отыр, біліп отыр. Инстаграм, фейсбук керек пе, телеграмма керек пе, бәрінен мысалы неше түрлі жаңалықтарды бәрін естіп көріп отыр ғой енді. Сондықтан қазір жастар мына баламенен мына телефонға мұқият болу керек. Қазір телефонда да неше түрлі жаңағы мошенниктер дей ме, неше түрлі нелер шығып жатыр ғой енді. Сондайдан сақ болу керек. Жаңағыдай уақытында өзінің уақытын белгілеп беру керек балаға телефонды. Қазір балалардың былай қарап отырсаң, біз балалық шағымыз тіпті үй көрмейтін едік. Ол уақытта қазіргідей жаңағы конькилер жіппен байлайтын коньки. Етікке байлайсың, байпаққа байлайсың. Жаңағы шанада жоқ. Жаңағы машинаның крыльясын, несін шана қылып, соны өзі ғанайсың. Шана қолдан жасап береді, ол дұрыс жағандамайды. Ал сондай уақытта да сол үй көрмейтін едік. Ойлап тауып дейсіз. Ол уақытта телевизорда жоқ. Свет те болмайды, шамның жарығымен. Сосын біздің уақытымызда керім осы мынау Қобыланды жыры, Алпамыс жыры дегендерді, Батырлар жыры. батырлар жырын үлкен кісілер сауатсыз болды ғой. Оқытып қояды. Соны оқытып қоятын еді. Соны кәдімгі па деп жаңағы өздері кәдімгі соған арқалары қозып отыратын еді. Ой, тай ұрылдың шабысай деп. Солай өстік қой енді. Қазіргі балдар жаңағы тек телефонға байланады да, көп мысалы далаға шығуға жоқ. Жаңағыдай алып әйтеу анда-мында қазір енді әлгі тренировка дейді. Сондаймен уақыт өткізеді ғой көбіне. Одан басқа үйде отырса жаңағы телефон тек. Сондықтан сабақтарын қадағалап отырамыз. Қазір енді сабақта да жаңағы қосымша бар, не бар, неше түрлі нелер бар ғой. Ата-анаға Баланың икеміне келетін. бүткіл жағдай жасалған ғой енді қазір. Ал енді тағы бір осы сұрақ соңғы қорытындылаймыз. Жаңадан үйленген жастарға қандай кеңесіңізді айтасыз? Енді мен сіздің папа мен маманың жалпы бір қатты бір ұрысқанын да көрген жоқпыз. Мама бір сөйлеп ренжиді, өзімен өзі балға шығып отыр, бірдеңе пол жуып жүріп сөйлеп қояды. Мысалы сізде бір оған ответ беріп бір жаңа бірге ұрысып жатқандарыңызды да көрмейміз. Одан кейін маманың да сізге деген сыйластығын білеміз ғой. Бәрі папаның арқасы. Сол сендерді оқытып жатқан осы папаның арқасы, сендердің оқығандарың осы папаның арқасы деп мама да солай бар тәттіні сізге қойып, папаларың алып қойыңдар деп, солай құрметпен сізге қарап, осының сыры неде, және осындай сыйластық болу үшін жастарға қандай кеңес айтасыз? Енді жастарға, жаңадан үйленген жастарға енді не болғанда да сыйластық керек. Басында жаңағы біреуі қатты сөйлегенде екіншісі бәсең болу керек. Сосын мына жанұяда ер адамның қай уақытта да мәртебесі жоғары тұру керек. Мысалға біздерді қалай тәрбиеледі? Әкең келатыр. Әкең келеді, ана киімдерін жина. Әкең келеді, жұмыстан шоламаңдар. Қазір әкең тамақ ішеді деп солай тәрбиеледі. Енді біз өзіміздің балдарды мамаң солай тәрбиеледі мысалға. Әкең келеді. Ер адамға құрмет. Ер адамға құрмет. Сондықтан енді әйел адам
жанұяның ұйытқысы ғой енді бүткіл. Бала шағаны дүниеге әкелу, оны өсіру, жанұяның ауыртпалығы бәрі әйел адамда. Сондықтан екеуі де бірдей сыйластықта болып, жанұяны бала тәрбиесіне көңіл бөліп, ағайын туыспенен, екі жақтында ағайын туысыменен жақсы қарым-қатынаста болып, бұл қонақ деген өзінің ырысымен келеді дейді. Қонақтан жоқта қашпау керек. Әлгі айтады ғой, бір кәсе қара су берсең де шын ниет көңіліңмен бер дейді. Сондықтан да қонақ жайлы болу керек. Ағайын туысқа қолдан келсе қамқор болу керек. Қай уақытта да көңіл бөліп отыру керек. Өзің бауырларыңа, кейінгі бауырларыңа, аға апаңа, інілеріңе бәріне де қамқоршы болу керек. Жағдайын біліп отыру керек. Қазір енді ақпаратты заман ғой, телефон бар. Бәрі тез, оңай дейсіз. Иә, оңай. Сол екі жақ сыйластықта жақсы болса, ол жанұяның тұғыры мықты болады. Және осы тұста тағы бір маған сұрақ келіп отыр. Сіз айтасыз ғой, мысалы, әйел адам жаңа отбасының ұйытқысы деп, бірақ сізде осы міндеттен қашқан жоқсыз, иә? Мен есімде, жаңа сіз үйде кәдімгідей тамақ пісіріп, мама жұмыста болған кезде сіз әйел адамның үйдегі тірлігінен қашқан жоқсыз. Үйді де жинап, тек нан илей алмай, басқасын бәрін жасаймын деп өзіңіз айтатын едіңіз, иә? Осы бірақ кейбір ер адамдар бар ғой, әйел адамның жұмысы кухняға кіруді бір ар санайды, қор санайды, иә? Ал сіз тіпті ондай сөзді елемейтінсіз де, сіз бар жан дүниеңізбен әкемнің пісірген тамақтарын мен тіпті айта алмын әлі күнге шейін. Сағынған кезде мен сізге барып борщыңызды ішкім келеді, сірнеңізді жегім келеді. Осындай балық пісіретін едіңіз ғой, күштетіп. Кендал деп айтатын бет, қандай қалай айтатын еді? Көктал. Сондай тағамдарыңызды мысалы мен әлі күнге шейін сағынам. Осы қасиет сізден қайдан келді? Сіздің замандастарыңыздың көбісі сондай ғой, мысалы қор санайды, иә, кухняға кіруді. Біз енді айтып отырмын ғой, ата мен әженің бауырында тәрбиесінде болдық енді. Сондықтан жаңағы ата әжеміз, даже әжеміз дүкенге де бармайтын еді. Дүкенге мені жұмсайтын еді. Мен сол уақытта оқып жүрмін ғой да. 8, 9, 10 оқып жүрген уақытында менің жақалтамда бірталай ақша жүретін еді. Сол жаңағы әуелгі уақытта қысылмай баратын едім. Сосын кішкене жоғарғы классқа келгенде қысылатын болдым. Бірақ ана дүкеншілердің бәрі бапымды сыйлайды, жаңағы атамды. Ой, бәленшенің баласы келді деп беріп жүреді, жаңағы жібереді мені. Сосын жаңағы қалған заттар жақалтамда жүреді. Содан жаңағы фотоға түсіретін болдық. Оны увеличитель дейді, әлгі нелерін алдық, проявитель дейді, закрепитель дейді, пленка дейді, соларын алып үйден жаңағы фото шығарамыз. Сонда енді жаңағы ауысқан ақшаға солай жаңа неттік қой. Енді сосын тамақ пісіруден де әжеміз ол уақытта газ жоқ, жаңағы қазандық жаға бермейді, жаңағы неге керосинка дейді ғой, 3 бүлтелік керосинкаға пісіреді. Сол уақытта енді жаңағы тамақ пісіру керек болады. Жұмысқа кетеді, сменмен жасайды. Сосын амал жоқ. Үйде пісіру. Үйде пісіресің, үйрендік қой. Сосын енді мынау студенттік кезде де жаңағы квартира жалдап жаттық. Сонда жаңағы өзім старший болдым, жаңағы стипендия алғанда ақшаларын жинап аламын. Сосын манағы продукттың бәрін әкеліп қоямын. Картоп, пияз, бірмешел, маргарин, маргарин толтырып қоямыз, нанға песок жағып, маргаринмен былғап жібереміз. Сосын мынау нанның ақшасы деп салып қоямын жаңағы кофейникке. Соның өзінде сұрақ қоймайды ғой, жаңағы киноға неге тиын деп. Ал сонда да жаңағы бар тамақты ұқсатып пісіру керек. Онда да сол манағы өмірден алған тәжірибем сол студент кезімізде пайдаға асты. Сосын енді тұрмыс құрдық, семья құрдық. Мамаң жаңағы жұмысы бухгалтер. Жай келеді, манағы дүкендерге ревизияға барады кейде. Сол уақытта ол күтіп отырмайсың ғой. Тамақ пісіру керек. Балдарын тамақ беріп, бәрін нетіп отырамын. Сіз сонда түсіністікпен қарап тұрсыз ғой, жұмысының қиын екенін. Қолдан келген нәрсе. Үйде жасап, күтіп отырады ғой біреулер.
нағашымның балдарының бәрі біздің үйден шықты ғой, бәрі жұмыс жасады, үйленген, үйлендірдік, ғабит ақаңдар бәрі сол біздің үйде кезінде жұмыс жасады, оқитын оқыды. Свет апаң бар Ақтауда, бәрі де. Сонда әлі күнге дейін жаңағы Исатайлар айтады, ой, сенің пісірген тамағың сағынамыз деп. Свет апаң айтады, сол ағам мен жеңгемнің өмірлік жаңағы берген маған сабағы, тәжірибесі өмірде маған пайдаға асты деп әлі Свет апаң айтып отырды ғой. Ақмарал апаң, кім, Ақгүлсім, Мұрат, Саматтар бәрі сол біздің үйде жатып жұмыс жасады ғой, жұмыс жасады, бәрі де сол өздерінің әлгі шөпірлік оқыды, тағы бірдеңе оқыды, әйтеуір жұмыс істеп бәрі де сол біздің үйден кетті ғой тұрмысқа. Сол әлі күнге дейін айтады ғой, сол сенің пісірген тамағың пісіреміз деп. Әлі де сол қазір мамаң жаңағы кішкентаймен жүреді, Ақтілек жаңағы шаруасымен сүтке кетеді, сүт тасиды. Сол уақытта өзім пісіріп қоямын, жаңағы неше түрлі. Нұрлан айтады, папа ананы пісір, мынаны пісір деп. Балдарға дейін қазір немерелерім жаңағы борщ жақсы көреді. Сартай мен Ернұр борщ жақсы көреді. Арасында борщ пісіремін. Жаңағы балық көктал пісіремін. Сірне пісіреміз енді, неше түрлі несін айту. Мен айтам, маған нелерін дайындап қойсаңдар болды. Салатында Иә, салатын ингредиенттерін. Үлкен нәрсені пісіреміз ғой деймін ғой. Интернеттен қарайсың. Қазір барлық жағдай бар ғой. Кеше Гауһар келді ғой, Нариманның туған күні, келініміз, үлкен келін. Сол мамаң айтады, 2 келін болған жақсы екен. 3-ші келін бар ма ғой дедім, Гауһар күліп жатыр. Сол ғой енді өмірде ол адам сыйластықта болу керек қой ол. Мынау әйел жұмыс, мынау ер адам жұмыс қолдан келсе. Балдар үшін ғой, балдар қаңтарып қоймайсың ғой енді. Мамаң келеді деп тілмен отырмайсың. Сол енді. Ол енді одан қорлық көрген жоқпыз енді. Тек бәрі үлгі алып, сізден осылай. Біздің Ерлан сондай ғой қазір. Ерлан любой нәрсені сөйтіп оқсатады. Енді Нұрлан ондай тамаққа айдасына жоқ та. Жұмыртқа қуырып білетін бар енді басқа. Сол енді. Керемет. Осы жалпы осы подкаст мен үшін үлкен бір сый. Сізге келгеніңізге көп рахмет айтам. Керемет естеліктер айтып, осылай көрермендерге де керемет түртіп алатын дүниелер айтылды деп ойлаймын. Сізге көп рахмет айтамын. Ұзақ ғұмыр тілеймін. Деніңіз сау болсын. Өзіңізді осылай күтіп жүре беріңіз және немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің көрінген қызығын көре беріңіз деп тілеймін. Ал құрметті көрермендер, біздің подкастымызға лайк басыңыздар, астына пікір жазып кетіңіздер. Осы подкастта папа барынша байқаған шығарсыздар. Біраз адамдардың аттарын айтуға тырысты. Фамилиялармен де айттыңыз, сол адамдардың аттары аталып, естіп отырған жандар болса бір марқайып қалады деп ойлаймын. Және осы жандар біздің подкастымыздың астына пікірлерін жазып кетсе, мен де қуанамын. Баршаңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.